Сәлеметсіңдер ме? Добро пожаловать на второй урок казахского языка. Сегодня мы будем учиться использовать вопрос «кім?». Тема сегодняшнего урока был «кім?». Для начала повторите за мной новые слова. Бұл – это кім? Кто? Ата – дедушка, әже – бабушка, мұғалім – учитель, оқушы – ученик. Бұл кім? Бұл ата. Давайте посмотрим видеоролик. В каких случаях задается вопрос «кім?». Нелер, кім, кімдер деген сұрақтар қойылатын сөздер заттың атын білдіреді. Түсінікті ме? Түсінікті. Онда Бауыржан, Салтанат деген сөздер кім деген сұраққа жауап бере ме? Иә, олар адамның есімдері. Бауыржан аға дәрігер, ал Салтанат тәтем кім? Салтанат тәтең мұғалім. Мұғалім, дәрігер, аға, тәте сөздері де заттың атын білдіретін сөздер ғой. Иә, адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақтар қойылады. Кім? Дәрігер. Кім? Салтанат. Кім? Бауыржан. Дұрыс. Ал заттар мен жануарларға қатысты сөздерге не, нелер деген сұрақтар қойылады. Не? Сүт. Не? Үй. Не? Күшік. Дана, тездетейік, қонақтар келеді. Кімдер? Қонақтар. А теперь попробуем применить слова в диалоге. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Сенің атың кім? Менің атым Жұлдыз. Бұл кім? Бұл ата. Сау бол. Сау болыңыз. Постарайтесь ответить на вопрос. Бұл кім? Думаю, на этот вопрос вы ответили правильно. Посмотрите внимательно и постарайтесь найти лишнее. Я уверена, вы легко справились с этим заданием. Давайте повторим пройденный материал. Бұл кім? Бұл ата. Бұл әже. Бұл мұғалім. Бұл оқушы. На этом наш урок завершается. Надеюсь, урок вам понравился. Выучите новые слова. Постарайтесь использовать их в повседневной жизни. Сау болыңдар, балалар!